Қасқыр мінезді қазақ чемпионымызға бүгінгі таңда ешкім қарсылас атанбай отыр. Жекпе-жекке шыққысы келмейді ешқайсысы. Ассалаумағалейкум, соққы арнасының көрермендері, сіздермен бірге мен Өстемір Әзіретханұлы. Бүгін сіздерге тамаша шығарылым шығарамыз деп таңертең видеоны түсіріп қойған едік. Шафқат пен Жәнібекке арнап тұрып, бірақ сол таңертең Шафқаттың ең керемет шығатыны белгілі болды. Енді Құдай қаласа ертең официально шыққан кезде, ресми түрде Дана Уайт жариялағаннан кейін сіздердің назарларыңызға керемет етіп ол шығарылымды ұсынатын боламыз. Ертеңгі шығарылымды күтіңіздер. Ал бүгін біз Жәнібек жайлы сөйлесеміз. Жәнібек Әлімханұлы, өздеріңіз білесіздер, WBO және IBF бойынша әлем чемпионымыз. 2023 жылы дәл осы екі белбеуді біріктірген болатын, және осы кезден бастап, яғни Гуальтериді жеңгеннен кейін өте жақсы танымалдылық ие болды, ел ішінде де біраз қолдауларға ие болды. Яғни президентіміздің өзінің қабылдауында болды. Ал бірақ содан кейін міне осы жылы Жәнібек үшін өте сәтсіз жыл деуге келетін шығар. Себебі жыл сайын кемінде екі жекпе-жек өткізіп отырамыз деп командасы айтқан болатын. Бірақ ол екі жекпе-жекті біз биылдыққа көре алған жоқпыз, көрмейтін де секілдіміз. Енді 1,5 ғана ай уақыт қалды. Енді ешқандай жекпе-жектің болатындығы жайлы, тіпті келесі жылдың басында да қандай жекпе-жек орын алатындығы жайлы ешқандай мәліметтер жоқ. Дәл қазір енді Шираз, бұл жерде білесіздер өздеріңіз, өзінің 22 ақпан күні шығатындығын, Эр-Риядта кездесу өткізетіндігін жариялаған болатын, және ол жерде кіммен кездесемін деген кезде үш чемпионның біреуімен, яғни чемпиондық кездесу болады деген болатын. Ал енді қазір Адамеспен кездесу өтуі мүмкін деген инсайдерлердің ақпараттары тарап жатыр. Ал бірақ Адаместің командасының өзі Топ-рингке біз Жәнібекпен жекпе-жектің келісім шартын жіберіп қойғанбыз дейді. Ал Жәнібек, мен ешқандай келісім шартты көрген жоқпын, қайта біз сендерге келісім шарт жіберуге ұмтылып жатырмыз деп жатыр. Яғни бұл жерде оқиға тіпті шиеленісіп жатыр, ал бұл жерде үндемей ұйықтап жатқан Лара ғана. Яғни Лара үндемей жатыр бұл жерде, ештеңе істемейді. Бірақ ертең мынандай бір сценарий болса керемет болатын еді. Адамес пен Шираз, Лара мен Жәнібек деген сияқты бір әйтеуір біреуі осы бір жігіттердің арасында жекпе-жектер орын алуы керек деп есептеймін ақпан айында. Сол кезде бұл салмақта кішігірім қызығушылық пайда болады. Дәл қазір бұндай жағдайлардың орын алуына бірден бір себеп бұл салмақтағы чемпион болсын, бұл салмақтағы қандай да бір жігіттердің белсенді болмауы. Яғни бұл бірінші. Екіншіден, бұл салмақта американдықтардың болмауы. Американдықтардың болса, америкалық немесе мексикалықтар болатын болса, бір салмақта ол салмақ қызу талқыланатын болады, және ол мықты болса тіпті жақсы. Яғни Джервонта Дэвистің салмағы мысалы, Дэвид Хейнидің салмағы мысалы қызық қой бәріне. Райан Гарсияның салмағы деген сияқты. Сол секілді салмаққа, негізі бұл айтқан жігіттердің бәрі жеңіл салмақта жұдырықтасады, бірақ жеңіл салмақ болғанына қарамастан ол қызық салмақтардың бірі. Ал орта салмақ және жоғары салмақтар, ауыр салмақтар негізі өте қызық салмақтар еді, бірақ білмеймін неге екенін дәл осы 160 фунт бүгінгі күнде қызықсыз болып отыр. Ал енді Жәнібектің жағдайы дәл қазір кішкене шиеленіске толы болып отыр. Енді бұл жерде қатты бір ушықтырудың да қажет жоқ. Дегенімен Жәнібекте жалпы жекпе-жек жоқ. Осыны бір ескеруіміз керек. Бұл шығарылымды шығаруыма да түрткі болған ол біздің спорт министріміз Мырзабосынов бүгінгі таңда шығарылым шығарды. Яғни мәлімдеме жасады. Біз Жәнібекке жекпе-жек өткізуді, Қазақстан жекпе-жек өткізуді қолға алудамыз деді. Енді бұл жекпе-жек жай ғана бір жаңағы Михайлович секілді бір ноунеймдермен болған жекпе-жек болғанын қаламаймын. Және барлық жанкүйерлерде дәл солай. Кем дегенде Лара мен чемпиондармен, яғни уникациялық белбеулердің бірігу жекпе-жегі болғаны өте дұрыс. Егер ондай болмайтын болса, онда бұл шараны ұйымдастырудың қажет жоқ деп ойлаймын. Астанада, Алматыда үлкен кеш ұйымдастыратын болса, демек ол жерде үлкен жекпе-жек болу керек, үлкен есімдер болу керек. Әрине енді Канелоны алып келе алмасақ та, кіші Крис Юбенкті, Хамза Ширазды, Адаместі, Лараны алып келуге болады деп мен өз басым сенемін, және осылармен жекпе-жек болса Жәнібек үшін де қызық болады, және ел үшін де қызық болады. Келіп біреуді сабап қайтадан үйіне қайтарғаннан біз ештеңе де ұтпаймыз. Сондықтан осыны бір ескерткім келеді, осыны бір айтқым келеді. Сіздердің бұған байланысты, дәл осы мәлімдемеге байланысты ойларыңыз қандай, оның барлығын комментарийға жазыңыздар. Енді
дәл қазір мынандай бір мәселелер бар. Топранг пен Жәнібек бір-бірімен жаңағы қақтығысып жатыр, келісе алмай жатыр деген мәселелер орын алуда. Осыған байланысты барлық айтып жатқан инсайдерлердің ақпараттарының барлығы да болжамдар. Яғни менің де айтып жатқаным, басқаның да айтып жатқаны болжам. Ал шындықты, нақты не болып жатқан шындықты, ақиқатын оның барлығын Жәнібектің өзінің командасы және Топранг қана біледі. Ал оның кейбір ақпараттарын біреу таратады, кейбір ақпараттарын біреу таратқандықтан толыққанды ақиқат шықпайды. Әрқайсысы өз шындығын айтады деген секілді. Мысалы, Жәнібектің командасы өзіне келмейтін тұстарын бізге халыққа жарияламайды. Өздеріне тұспа-тұс келетін, өздерінің құрған стратегияларына тұспа-тұс келетін жаңалықтарды ғана назарымызға сұнады да, қалғандарын ұсынбайды. Содан кейін басқа келісімдер болғандығы, мысалы, ондай мәселелердің барлығын Топрангтың жанында жүрген немесе бөлек мүлдем қатысы жоқ инсайдерлер жариялап жібергеннен кейін кімге сенерімізді білмей қалып жатырмыз. Яғни бұл жерде Топранг бар, Жәнібектің командасы бар, одан кейін бөлек инсайдерлер бар. Ол ақпарат таратушылар. Осылардың арасынан кімге сенерімізді білмей қалып жатырмыз. Бірақ жекпе-жек деген енді рингте болатын болса, оның сыртында қаншама жұмыстар жүреді ғой негізі. Дәл осындай жекпе-жекті қыздыру үшін және жаңағы боксшылардың менталитетін, боксшылардың басқасын, психологиялық жағдайын бәрін реттеу үшін осындай түрлі ақпараттық шулар жасалады. Жекпе-жекті қыздыру үшін жасалады. Жалпы жасалатын жұмыстар өте көп. Сондықтан мен сіздердің барлықтарыңызды да біз жанкүйер болдық па, ақыры Жәнібекке, Шавкатқа, кімге болса да жанкүйер болдық па, олардың әрбір шешімін құрметтейік. Яғни ол дәл қазір ноунейммен шықса да ең бастысы жекпе-жек өткізгені өте маңызды болып тұр. Дәл қазір өзінде бар екі белбеуді қорғау өте маңызды болып тұр. Кезінде Головкинде де дәл осындай жағдай болды, өздеріңіз білесіздер. 2010-2011 жылдары белбеуі болса да онымен ешкім шыққысы келген жоқ. Үміткерлер шыққысы келген жоқ, басқа белбеуді біріктіргісі келді, олар шыққысы келген жоқ. Бірақ Головкин қандай жағдай болса да, кіммен болса да, тіпті рейтингте топ 15-ке кірмейтін боксшылармен болса да, қайтадан шығып, жылына 3 кездесуден өткізіп отырып, белсенділігін көрсетіп, ақыры халықтың назарына ілікті. Және әрбір жекпе-жегін Америкада өткізді. Біздің Жәнібектің де бір позициясы осы, әрбір жекпе-жегін Америкада өткізуге тырысады. Және осындай бір жолдар, стратегиялық жолдар, Құдай қаласа Жәнібекте де атақты абсолютті әлем чемпионы болуына алып барады деген ойым бар. 50% жетістікке жетіп отырмыз, яғни екі белбеу қолда, қалған екі белбеу Құдай қаласа жолда. 2025-2026 жылдары бұл белбеулер біздің елге келеді және Жәнібекке Қазақстайлға абсолют әлем чемпионы болу бұйырады дегенге мен өз басым қатты сенемін. Егер сіздер де сенсеңіздер, онда комментарий жазып тілектеріңізді жаза отырыңыздар. Қазақстайлдың соққысы әлемді бағындырсын. Алға Қазақстан!